Сәлем достар, картоптың адам ағзасына пайдасы. Мені жоғалтылмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Картоп сөзсіз үстелдегі ең танымал және құрметті көкөністердің бірі. Одан және оның қатысуымен керемет мөлшерде тағамдар дайындалады. Әрине, картоптың пайдасы ұзақ жылдар бойы дәстүрлі медицинада да, диетологтардан да зерттелді. Картоптың пайдалы қасиеттері. Бірінші, картоптың үлкен пайдасы олардың керемет қоректі құндылығында. Бұл тамыр көкөніс көмірсуларға өте бай, оның негізгісі крахмал. Екінші, сонымен қатар картопта көптеген ақуыздар мен минералды тұздар бар. Және олардың құрамында өсімдік тағамдарында кездесетін барлық амин қышқылдары бар. Үшінші, картопта С және Р дәрумендері едәуір мөлшері көп. Картоптың артықшылығы оның 300 граммында адам ағзасына арналған күнделікті дәрумендердің мөлшері. Сонымен қатар зерттеулер көрсеткендей, картопты күнделікті тұтыну цинга ауруының алдын алады екен. Төртінші, дәрігерлер картоптың пайдасы әртүрлі ауруларды емдеуге арналған тамаша өнім екенін айтады. Көптеген картоп тағамдары диеталық деп жіктеледі, және гастрит, қант диабеті, артрит және ас қорыту жүйесінің бұзылуы сияқты ауруларға тағайындалады. Бесінші, картоптың пайдасы оның құрамында көп мөлшерде талшықтың болуында екені белгілі. Талшық адамның ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады және организмнен әртүрлі токсиндерді белсенді түрде шығаруға ықпал етеді. Сонымен қатар талшық асқазан, ішек және ас қорыту жүйесінің басқа компоненттерінің ауруларының алдын алуда өте маңызды рөл атқарады. Алтыншы, картоп жүрек қан тамырлары ауруларды бар адамдарға өте пайдалы. Картоптың артықшылықтары калий сияқты микроэлементтердің көп мөлшерінде оның жүрек жұмысына әсер етуіне байланысты. Сонымен қатар картопты пісірілген күйінде жеу ұсынылады, өйткені оның құрамында калий көп сақталады және бұл қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Жетінші, сондай-ақ картоптың пайдасы олардың қабығында да бар. Олардан түйнектер әдетте тазартылады, содан кейін лақтырылады. Қызықты факт, бұл қабықтың витамин мен минералды құрамға бай екендігінде. Пилингте потенциалды арттыратын заттар бар екені растайтын зерттеулер де бар. Сегізінші, дәстүрлі емшілер шикі картоптың артықшылығы оларды терінің зақымдалған жерлерін емдеу үшін қолдану мүмкіндігінде деп санайды. Экземадан және күйіктен құтылу үшін оларға шикі картоп жағылады. Тоғызыншы, сонымен қатар картоптың пайдасы картоп шырынан табылған. Бұл денеде қабынуға қарсы процестерді белсендіретін күшті агент. Сонымен қатар көп ұзамай зерттеулер картоп шырынын қатерлі ісікпен күресуге пайдалы екенін көрсеткен болатын. Оныншы, суық тиюді емдеу үшін ингаляция пісірілген картоптан ыстық бу үстінде қолданылады. Ол үшін картопты қабығымен қайнатыңыз, суда ағызып, будың үстімен дем алыңыз. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.